Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен осындай жабыспайтын, езілмейтін, яғни күрішті дайындайтын боламыз. Кез келген тамақтың жанына гарнирға кете береді. Құры өзін жесеңіздер де болады. Күрішімізді жақсылап жуып аламыз. Толықтай тазарғанша ерінбей жақсылап жуыңыздар күрішті. Сонда сіздердің күріштеріңіз жабыспайтын болады. Енді осы күрішімізге сұйық майымызды қосамыз. Содан кейін тұзымызды қосамыз. Тұзды қалауыңызша қоссаңыздар болады. Басында азырақ, кейін дәмін көріп, тағы да жетпей жатса қоссаңыздар болады. Бірақ мен осылай жарты ас қасық қостым, маған сол жеткілікті болды. Құрамына жазып кетемін рецепттің барлық құрамын. Енді осыны жақсылап араластырып қуырамыз. Отты барынша қойып қойсаңыздар болады. Себебі бұл күріш кішкене қуырылуы керек. Қуырылған кезде өздеріңіз байқайсыздар, күріш кішкене ағара бастайды. Ол өзі ақ күріш қой, бірақ осы қуырылған кезде бұның түсі кішкене одан да аппақ болып өзгереді, өздеріңіз байқайсыздар. Содан кейін міндетті түрде қайнаған су құйыңыздар. Суық суды әкеп құя салмаңыздар. Міндетті түрде қайнаған су болсын. 200 мг қазір құйдым. Одан кейін тағы 200 мг су құйдым да, 100 мг су менде запаста тұрды. Мен оны құйған жоқпын, себебі арасында күрішті ашып тексеріп тұрасыздар. Сол кезде күріштеріңіздің суы толықтай тартылып, бірақ сіздердің күріштеріңіз піспей қалған жағдайда кішкене-кішкенеден қоссаңыздар болады, бөліп-бөліп. Енді кішкене суы тартылады, содан кейін 15-20 минуттай осы күрішті бұқтыратын боламыз. Орташа отта, астын басып тастамаңыздар, орташа болсын оттың баяулығы. Міне, арасында осылай ашып, тексеріп, аударып, суы тартылып кеткен жағдайда кішкенеден бөліп қоссаңыздар болады. Және арасында осылай тесіп қойыңыздар. Сонда күріштеріңіздің ортасынан ауа өтіп, жақсы пісетін болады. Шашыраңқы болып, әдем болып, езілмейтіндей күріш шығады. Енді осыны тағы да бір 10 минутқа мен бұқтыратын боламын. Себебі мен күріштерім әлі де қаттылау. Мен қалған суды құйып жібердім. Міне, көрдіңіздер ғой. Міне қараңыздар, күрішім шықты, езілмеген, жабыспайды, шашыраңқы, шашпа деп жатамыз ғой, шашпа күріш. Міне қараңыздар, керемет болып шықты. Кез келген тамақтың жанына қойсаңыздар болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Міндетті түрде осылай жасасаңыздар, міне езілмейді. Қараңыздар, керемет қой. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған мен Айжан Айтқалиқызы. Арнамнан алыстамаңыздар.